Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін Тағам ТV арнасында гүл самса. Ерекше дәмді бұл самса түрін мен бірнеше рет жасап көрдім. Барлығының көңілінен шыққандықтан сіздермен бөлісуді ұйғардым. Ендеше видеоны соңына дейін қараңыз. Ең алдымен електен өткізілген ұнымызға сары майымызды қосып, қолымыздың көмегімен крошка жасап жақсылап араластырамыз. Қамырымызды араластырып алдық. Артынша жұмыртқа, қаймақ және жарты шай қасық дрожж салып, жақсылап тағы елеп аламыз. Мен бұл рецепте үй қаймағы және дүкен қаймағын 50-50 қылып салдым. Сіздер рецепт бойынша дүкен қаймағын салсаңыздар болады. Ендігі кезекте жылы суымызды құйып, жақсылап біркелкі болғанша қамыр илейміз. Самсаның қамыры жұп-жұмсақ болып иленді. Енді осыны салафанға салып, тоңазытқышқа 20 минутқа демалдырып қоямыз. Осы уақыт аралығында салмамызды дайындаймыз. Яғни тауық еті мен пиязымызды блендермен немесе пышақпен мен секілді 4-3 қылып турап аламыз және тұз бен бұрышты дәміне қарай қосамыз. Қамырымыз тоңазытқыштан шықты. Енді осыны егер таразыңыз болса 40-45 граммнан бөліп алсаңыз болады, немесе осылай көз мөлшеріңізбен кесіп аласыз. Менде 21 самса қамырлары шықты, осындай кішкентай. Енді осыны видеода көрсетілгендей дөңгелетіп алып қамыр жая береміз. Қамырға самамызды көбіректен салыңыз, сол кезде самсаңыз әдемі үлкен болып көрінеді. Видеода көрсетілгендей самсамызды осылай түйіп шығамыз. Гүл самсамызды түйіп болдық. Ендігі кезекте жұмыртқаның сарысы мен кішкене сүтті араластырып, самсаның бетіне жағып шығамыз. Әдемілік үшін самсаның бетіне мак, тмин немесе күнжіт сепсеңіздер болады. Қызып тұрған пеште самсамызды 180 градуста 30-40 минут пісіріп аламыз. Міне самсамыз қып-қызыл болып пісіп шықты. Өте дәмді, керемет болып шығады. Видео ұнаса лайк басыңыз, арнаға тіркелуді ұмытпаңыз. Сіздермен бірге болған Тағам ТV арнасы. Келесі кездескенше.